Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен осындай өте дәмді және оңай әзірленетін, тез дайындалатын осындай таңғы астың рецептісімен бөліскім келеді. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен бізге 3 жұмыртқа қажет болады. Оны ыдысымызға жарып аламыз. Оның үстіне тұзымызды саламыз. Және сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырамыз. Барлық қоспалардың мөлшерін мен астында бөлісіп кеттім. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Жақсылап араластырып, енді ұнымызды саламыз. Және бізге көк пияз қажет болады. Кішкене осындай бір 20-30 грамм жетеді. Оны осылай турап алып, сұйықтығымызға қосамыз. Және бір қызанақ қажет болады. Оны да кубиктап тураймыз. Қызанақты да сұйықтығымызға қосып, жақсылап араластырамыз. Және жарты шай қасық қопсытқыш қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Міне біздің сұйықтығымыз дайын болды. Енді бізге 100-120 грамм ірімшік қажет болады. Оны осылай өткіштен өткізіп дайындап аласыздар. Міне енді осы сұйықтығымызды қызып тұрған табада пісіретін боламыз. Табамызға бір ас қасық сұйық май құямыз. Және сұйықтығымыздан осылай бір ожау құямыз. Осылай астында отын орташа отқа келтіріп алып, 2-3 минуттай пісіреміз. Енді асты қызарған соң келесі бетіне аударамыз. Енді үкіштен өткізілген ірімшігімізді осы құймақтың жарты бөлігіне сүйіп шығамыз. Міне осылай видеодағыдай салып шығамыз ірімшікті. Осылай 1 минут отта ұстаймыз. Және ірімшік себілмеген бөлігін қайырып әкеліп, ірімшіктің үстіне жапсырамыз. Міне осылай жасағаннан кейін бұл ірімшік еріп, құймақ бір-біріне жабысып қалады. Міне осылай 1-2 минут ұстаймыз. Одан кейін келесі бетіне ауыстырып, тағы да 1-2 минут ұстаймыз. Міне біздің таңғы асымыз дайын болды. Менде осындай 5 бөлік шықты. Өте тойымды жасап көріңіздер. Ортасы осындай болып шығады. Видео сіздерге ұнаса, менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.